Тербеп шешірені шертіп, әруақтарда ұнатып, жақсы сөз айтылды деп білеміз. Алтын тоның болса да, жағаменен жеңгерек асқан батыр болсаң да, ағайын бауыр ел керек деген. Бұл да бір ағайынның ынтымағы, ертеңгі ұл қыздарының бірін-бірін танып білуі, шіркін батыр бабаларды жүректе сақтап, естен шығармау деп білеміз. Ендеше алысты жақыннан келіп жатқан ағаларымызға бірер ауыз қысқа нұсқа сөз берейік, содан кейін үлкен асқа қарай қадам басамыз. Сакиев Мұрат Болатұлы ағамыз ортамызға келіп отыр. Құрметпен ортаға шақырып қояйық. Сонау Тараздың төрінен келіп отырған Қыдырәлиев Ерік Сайлаубекұлы ортамыздағыларымыз. Және Жамбылдың тұғырлы төрінен келіп отырған Жанс бабалар ұрпағының төрағасы Азим Мұратбек ағамыз. Сонымен қатар Сәдібеков Сейсенғали ағамыз. Сонымен қатар облыстық мәслихаттың депутаты Қарабек Алтай ағамыз ортамызға келіп отыр. Жаскешу ауылдық округі ардагерлер кеңесінің төрағасы Мамырбаев Ибрагим ағамыз ортамызға келіп отыр. Сонымен қатар Қожамжар ата ұрпақтарынан осындағы Досжан Төрехұл атамыз ортамызға келіп отыр. Әубәкір көкеміз ортамызда. Және Бақтияр Өнербаев ағамыз ортамызға қадірлі қонағымыз болып келіп отыр. Және Албан баба ұрпақтарының төрағасы Сәрсенбаев Жорағамыз ортамызда. Осы кісілерді ортаға шақырып, тұғырлы төрден көрсетейік. Араларымыздан бір екі кісі жақсы сөз айтса, қалғанымыз түйіндесек дейміз. Келіңіздер.